ұстазлар, ата-аналар, міне бүгін балаларымыздың 25 май керу кешесі болып отырған екен. Құдайым сол балаларымызға ақ жол тілеп, құдайым ешқашан қанатлары талмасын. Міне Умида мұғалімнің сонша ынжықлығына, еркелігіне көніп, тәлім тәрбие берген үшін рахмет айтаман, көптен көп. Мінедармыз, құдайым сол балаларымыздың жетістіктеріне көруі несіп етсін һәмме ата-анаға. Ассаламу алейкум, құрметті жамаат. Бүгінгі мына балаларымыздың оқу біткеріп жатырған күні баршаңызге құтылы бәрек болсын. Дайын балаларымызға бір жақсы табысты оқу орындарында жақсы табысты тамамлап, онан жақсы күндерін көру несіп етсін. Мұғалімдеріне рахмет. Сол тәрбие беріп жатырған, білім беріп жатырған. Дайым шаршамасын. Һәммеңізге рахмет. Дайым сол табысылар болсын. Балаларымыз оқуға кіріп кетіп, һәммеміз жақсы ниетте отыру несіп етсін. Құрметті ата-аналар, әзиз оқушылар, 11 жылда демде өтіп қалды. Бүгін ақыры соңғы қоңырау күні һәммеңізге құтлы болсын. Осы соңғы қоңырау менен һәммеңіз құттықтаймын. Оқушыларымда үлкен жолға қадам қойып жатқанда бәлент паруазлар тілеймін. Еш уақыт қанатыңыз қайырылмасын. Осы күнге шекем әрбір оқушы менен бірме-бір ісілесіп, бұлардың жетіскерлігі менен, бұлардың har қандай күндерімен бірге бөлістік. Бұл уақытта классымыздың жетекші оқушылары бар. Оның арасында классымның осы оқушыларымның ата-аналарына да міннеттаршылық білдіремін. Міне балаларын осы күнге шекем тәрбиялап, менімен бірге жан күйдіріп, міне осындай күнді шөлкемлестіріп, маған жақыннан көмек берген ата-аналарыма да міннеттаршылық білдіремін. Һәмде оқушыларымның осы атап айтатын болсам, har қайсының өзінің өз алдына жетіскерлігі бар. Бұл жерде мысал үшін біреуі мына қызым мынандай, арғы балам мынандай деп айта алмаймын. Һәммесі біреу-біреуінен озық. Сондай екен, сіздерге сол келешектегі жолыңызда тегіс жол, бәлен паруаз тілеймін. Һәммеңіз өзіңіздің қалеген кәсібіңіздің жетік маманы болуыңызға тілеймін. Һәмде ата-аналарыңыздың үмітін ақлайтындай перзент боласыз деген үміттемін. Умида мұғалім, сізге де көп-көп рахмет. Сізді оқыттыңыз, сіздің еркектіңіз көтердіңіз. Рахмет. Екінші анамыз. Ассаламу алейкум, ата-аналар, һәм оқушылар, ұстазым, сізді оқушыларды бүгінгі бітіріп отырған несіне 25 майына құттықтаймын шын жүректен. Оқуларына сәттілік, грант болып, бюджет болып оқуға кіріп кетсін. Сол айтатын сөз негізі көп, бірақ сөзбен жеткеру мүмкін емес. Сізге үлкен алғысым шексіз. Рахмет сізді біздердің характерімізге шыдап жүргеніңізге. Сол жайнап жарқырап жүре беріңіз. Сол 2 жыл бұл жерде өтті, машиныма өтті. Сіздің арқаңызда сіз басшылық еткеннен кейін рахмет көп-көп сізге. Болды. Болған ба, соны. Не айта алмасқа? Айтатын затым жоқ. Оқушыларым, құрметті һәм қымбатлы оқушыларым, мінекей сіздер бүгін қанат қағып ұшып баратырсызлар. Ешқашан қанатларыңыз талмасын. Бәлент паруаз тілеймін. Һәммеңіз Құда қаласа оқуға бюджет болып кіріп, бір ата-анаңыздың сенімін ақылайтын бір бақытлы жігіттер, қыздар болғайсыз, Құдайым. Денсаулықтарыңыз бекем болсын, ата-аналарыңыздың алдында аман болғайсыз. Оқуға кіріп кеткейсіз бәріңіз. Бүгін мені оқу бітіріп жатыр екенбіз. Ең әуелі ұстазыма рахмет етемін. Оқушылар, класстастарыма, ата-аналарға һәммеңізге рахмет. Осындай дәрежеге жетуіңіз сіздердің арқаңызда. Мұғалімге рахмет көп мұғалімге өкпелеттік. Сол һәммеміз оқуға кіріп кеткенбіз. Мұғалім, сізді берген тәрбиеңіз үшін, бәрі үшін рахмет айтамыз. Бүгінгі кешемізге келген әрбір ата-анаға, һәм кластың оқушыларына шын жүрегімнен өзімнің рахметімді айтамын. Берген барлық тәрбиелеріңіз үшін сізге мың рахмет. Өкпелеткен кездерім үшін өзіңіз кешіргейсіз. Бюджет болып кеткенбіз бәріміз. Біздер міне бүгін өміріміздегі ең бақытлы күндердің бірін өткізіп жатырмыз. Бұл үшін өзіміздің 11 жыл бойы оқытқан ұстазымыз Мұхаммед мұғалімге көп-көп рахметімізді айтамыз. Қанша рет өкпелеттік мұғалімді, басқа инсалардан бақыр сездірдік, сонда да біздер қатты жақсы көретұғын мұғалімге көп-көп рахмет. Осы біздердің күткен кешемізге келген әрбір ата-анаға рахмет. 11 жылды бірге өткізген класстастарыма көп-көп рахмет. Бюджет болып оқып кеткен. Мұхаммед мұғалім берген тәрбиелеріңізге рахмет. Сонша 11 жыл оқытып,
Bugün hammamizning quvonchli kunimiz, biroq bir bunday o'ylanib qarasang, bunday xafa bo'ladigan kun ekanda bugun. Shuncha 11 yilda eslasang, biroq klasslarimiz belgida omad Alloh aslo o'quvlarga tavsiyalar. Muhammad muallim eng zo'r muallim. Men 11 B klass o'quvchisi Erежеп Amangелдинің мамасыман. Атым Асенова Қарлығас, осы жерде мұғаліммен. Міне осы пайдаттан пайдаланып, балаларымыздың кітіру кешесіне жиналып отырған екенбіз. Міне мұғалімлеріне мың рахмет, міннеттарымыз берген білімлеріне, тәрбияларына алғыстарымыз шексіз. Міне перзенттеріміз мектепті бітіріп, келешекке қадам қойып, паруазлары қанатқа қалмасын, не жоғарғы оқу орындарына бюджет болып кірсін. Міне осы класста, осы мектепте бәрше ата-аналар атынан мың рахметімді айтамын Мұхаббат ұстазға. Міне оқушыларымыз, балаларымыз, перзентлеріміз биіклерден көріне берсін. Не қылдаймыз, осылардың жақсы күндерінің куәсі болып, хамеміз түгел көрісіп жүре берейік. Мұхаббат мұғалім, рахмет мың. Annеңіздің жұмыстарыңызға табыстар, балаларыңыздың бақыттарын көріп жүре бергенсіз. Үмидан мұғалім сізге рахмет. Біздер 9 классқа дейін оқытқаннан мен колледжге кетіп қалдым. 9 классқа дейін оқытты. Рахмет, әмең тілектеріне қосыламын. Тілектер сүйіп тыңлар бархама. Дүнияда теңі жоқ, әділі нама. Хауазың жанымда жаңлап бейбақа. Ағла тілек айттың, соңғы қоңырау. Сан мың кеуіл артар саған салмағын. Мүмкін бе бәрін көтере алмағың. Хадал қызмет етіп, харып талмадың. Қағылдың арзу болып, соңғы қоңырау. Ассалауму алейкум, хүрметлі мейманлар, қадірлі ата-аналар, әзиз ұстазлар, хамде оқушылар. Бүгін мемлекетіміздегі барша ұлыма орта білім беру мектеплерінде соңғы қоңырау шалынады. Бұл күн білімге құштар, ажайып арзулар қанатындағы жасылар, хам мехрі дәрия ұстазлар перзентінің камалын көріп, қуанып атырған ата-аналар, хамде ақылықларына хақ жол тілеп, дуа қылып атырған ата хам апаларымыз үшін шын кеуілдегі байрам. Енді ортаға пікірушілерімізді мұрат етеміз. Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой. Мой класс она зашла, и сразу понял я. И купидон мне в сердце не стрелою, дала пулею. Сказала наша классная, детки, знакомьтесь с Юлей. И вода словно температура за Юлей. Амурный клюпик, подойти боюсь я к Юле. Вдруг меня одна не любит, а вдруг другого любит. Юля любит и меня, ведь мечтах на двоих у меня с Юлей одна фамилия. И так полгода днем пожар, а ночью бессонница. Сердце рвется, но лед никак не тронется. Но как-то утром я решил сделать первый шаг. Купил цветы и под подъезд, лишь бы ты пришла. И ты пришла, драма по классике. Но не одна пришла, а под ручку с одноклассником. И ударились об землю небеса. И тогда я написал: Юля, не печаль, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково. И пусть банально и не талантливо. Ну как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платье. Шекара болмайтын арнамыз өзің. Айтар болсам қолымдағы тар өзің. Har демімде болған яр өзің. Сайра енді менің әзиз киімінім.
Hürmetli ustazlar, aziz mehmonlar ham qadrli o'quvchilar. Qutlug'lar uchun so'zni mektebimiz direktori Qurbaniyaz Po'latbay Qalbayevga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, hurmatli mehmonlar. Assalomu alaykum. Bugun ko'pdan kutgan ulkan bayram mektabimizde so'nggi qo'ng'iroq kechasi o'tkazilib o'tiribdi. Bu respublikamız bo'yicha jami 10.193 mektepte o'tkazilib o'tiribdi. Respublikamız bo'yicha qala berse, o'sha mekteplarda 472.436 o'quvchi bil bitkiruv kutilgan. Soның ішінде мінекей Нөкіс қаласы мектепке шейінгі мектеп білімдендіру бөліміне қарасылы 7-ші салы ұлыма орта білім беру мектебінде жамы 95 оқушы 3 класс болып біткеріп жатыр. Мен бүгінгі шығып сөйлемнен пайдаланып, қадірлі оқушылар, сіздерді бүгінгі байраммен құттықтаймын. Сіздерден үмітіміз жүдә үлкен, ата-аналарыңыздың, ұстазларыңыздың қала берсе, мемлекетіміздің сенімін ақлайды деп сеніммен. Bayramlar tағы бір мәртебе әммеңізге құтлы болсын. Кейінгі үлкен өмірге атып атырған қадемлеріңіз құтлы қадем болсын. Сіздерден үмітіміз жүдә үлкен. Кейінгі уақытлар мінекей президентіміздің, үкіметіміздің ітібарына бола мінекей жүдә сіздерге деген имканиятлар жүдә шексіз. Сіздердің ертең күні жоғары оқу орындарына кіруіңізге, келешекте ол инсан болып жетуіңізге қазіргі уақытлар мінекей жүдә үлкен ітібар қаратылған. Сол қаратылған ітібарды мінекей сіздерге білдіріліп отырған сенімді ақлайсыз деп мен өзім үміт етемен һәм сенемен. Және бір мәртебе байрам әммеге құтлы болсын. Бүгінгі күнде мемлекетімізде құрметлі президентіміз басламалары менен білім сапасын асыру, жастардың рухи дүния қарасын кеңейту, һәм отансүйгіштік рухында тәрбиялау бойынша айрықша реформалар һәм әмели жұмыслар алып барылмақта. Осы реформалар нәтижесінде мектебіміз жаңа түске еніп, біткерушілеріміздің жәмиетте мұнасып орын иелеуі үшін барлық шариятлар жаратылмақта. Өзбекстан Республикасы президентінің мектеп біткерушілеріне құттықтауы оқып естіріледі. Memleketimiz mekteplerini bitiruvchi o'g'il qizlarimizga, aziz farzandlarim, hurmatli ustoz va murabbiylar, muhtaram ota-onalar. Bugun mamlakatimizdagi barcha umumta'lim maktablarida so'nggi qo'ng'iroqlar yangrab, bayram tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Mana shu hayajonli damlarda 472 ming nafar o'g'il qizlarimiz maktab ta'limini tugatib, katta hayotga yo'llanma olmoqda. Ana shunday unutilmas ayyom bilan barchangizni chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Har bir maktab bitiruvchisining hayotda munosib o'rin egallashi uchun hozirgi kunda katta kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etyapmiz. Albatta, bugungi bitiruvchi ertangi muhandis, shifokor, olim, shoir va adib, tadbirkor degani. Bugungi bitiruvchi 3-Renessans bunyodkori degani. Sizlar yangi O'zbekistonning eng katta ishonchi va tayanchisiz. Qarab, endigi so'z bayram bilan qutlug'lov uchun so'z navbati Qoraqalpog'iston Respublikasi Adillik ministri Elmurod Tursunovga. Marhamat. Assalomu alaykum,
bugungi tadbir ishtirokchilari, hurmatli o'quvchilar, hurmatli ustozlar, bugun katta tarixiy kun, bayram, mana bilasizlar, 11 yil davomida olgan bilimlaringizni mana Xudo xolasa endi bu yog'inda oliy ta'lim muassasalarida foydalanasizlar. Endi davlatimiz rahbarining ham qanchadir Qoraqalpog'iston Respublikasida bir qancha imkoniyatlar yaratib bergan. Mana bugungi kungacha 80 ga yaqin farmon qarorlar qabul qilingan bo'lsa, faqat Qoraqalpog'iston Respublikasini rivojlanish uchun qilgan. Mana bir maqtanib aytadigan bo'lsak, bizlarga berilib o'tirgan kvotalar, 10 ming kvotaning o'zi mana ertaga sizlarning oldingizdagi oliy ta'lim muassasalarini ochilib turgan yo'l. Mana aytib hozir prezident tabrigini ham o'qidi. Prezident tabrigida yangi renessans, yangi O'zbekiston yoshlari. Mana shu bilan sizlar shu yangi O'zbekiston yoshlari, mana O'zbekiston yangi qadamlarni qo'yib o'tir. Mana yoshlarga hamma mana kirib kelayotgan investitsiyalar ham, chet el bilan hamkorliklar ham, hamdo'stlik shartnomalari ham hammasi shu yoshlarga imkoniyatlar. Mana hozir bilasizlar qanchadir oliy o'quv yurtlari bilan xususiy o'quv yurtlari ham tashkil etildi. Toshkentda mana o'zlarimizda mana hozir 11 ga yaqin oliy o'quv yurtlari bilan keyingi qadamlaringizda mana hammaga omad tilaymiz. Shuni deymiz, shu maktabda olgan bilimlaringiz hammasini Xudo xolasa shu oliy o'quv yurtlarida foydalanib, har biringiz har bir kasbning mamoni bo'lib, generali bo'lib ishlarni tilab qolamiz. Hammaga rahmat. Және де құттықтау үшін сөз нәубеті Телеурай Макам бұқаралар жиыны басылығы Атаниязов Жангелді ағаға. Мархамат. Әуелен бар, ассалауму алейкум. Бүгінгі бүткеруші жастар, құрметті президентіміздің бүткеруші жастарға деген үлкен байрам құттықтауын оқып естірді. Міне сіздерді бүгінгі алға қойып атырған, үлкен өмірге қойып атқан қадамдарыңыз құтлы болсын дейміз. Байрамменен құттықтап, әр біріңізге бекем денсаулық, үлкен өмірде орныңызды тауып, жақсы нәтижелерге ерісіп, елімізге бір қызмет қыласыз деген сенім білдіреміз. Міне 7-ші салы мектеп өткен жылы жоғары оқу орнына кіру бойынша қала бойынша жоғары көрсеткішке ерісті. Сіздер де бұның давам етіп, тақылесе сіздер де жоғары оқу орындарына әммеңіз грант тикарында оқуға кіріп, бір ұстазларыңыздың, ата-анаңыздың сіздерге істеген қызметлерін ақылап, бір елімізге қызмет қылатығын жақсы қанеге кадрлар болып жетілсіз деген үміттеміз. Байрам және бір мәрте құтлы болсын әмніңізге. Ендігі нәубет мектебіміздің 1-ші класс оқушыларының таярлап келген концерт бағдарламасына. Ата-анасындай стал ықласым, оқытады мен еткештің баласын. Күн-күнне өсіріп білім санасын, табиялып ұстаз біздің мұғалім. Бір классқа өткеріп, жастарға 10 жылық мағлұмат беріп, көптен мақсатына жеткеріп, тикарға олардың ұстаз біздің мұғалім. Сәлем ана мектеп білім бұлағы, сәлем ұстазлар. Ұстаздарым бар болың, біргет болың, сау болың, сүйәнтігі ұстазым, бақтымыз сау болың. Бірімлеп әріп үйреткен, кем жазыға өткерген, кітап оқуға жеткерген, мың алғыз ұстазыма. Мұғалімнің сөзіне кеуелімді бөлемін, тапсырмасын орындап біткеремен келемен. Шашларымды сипадым, қаныма ес симадым, құшағымда жайнадым, ойнап күлім мектебім. Şair bu atlas mıdır? Kelime şair bu atlas mıdır? Özbek'in kızları tarifi şu masmıdır? Özbek'in kızları tarifi şu masmıdır? Atlas'ka masmas mıdır? Mamalar ki geldi bas
şair bu atlasın adı. Gel bana şair bu atlasın adı. Özbek'in kızları tarafı şırlasmadı. Özbek'in kızları tarafı şırlasmadı. Atlas'ta basmasmadı. Şair bu atlasın adı. Gel bana şair bu atlasın adı. Özbek'in kızları tarafı şırlasmadı. Özbek'in kızları tarafı şırlasmadı. Atlas'ta basmasmadı. Şair bu atlasın adı. Gel bana şair bu atlasın adı. Özbek'in kızları tarafı şırlasmadı. Özbek'in kızları tarafı şırlasmadı. Atlas'ta basmasmadı. Atlas'ta basmasmadı. Бүгін шадлық байрамы достар. Қайғы қалмасын кеуілде, бірақ күзетуге сізлерді бүгін таралады соңғы қоңырау. Ұл қызлардың пәк ниетін тыңладың. Қошласудың қиынлығын аңладың. Кеуілдерде өмір бойы жаңладың. Ажайып симфония соңғы қоңырау. Бүгін өзгеше күн. Қараң, ұстазлар да оқушылар да әрдайымғыдай емес менімше. Олардың жүректері шатлыққа толы. Балалықтың ең қунақ, ұмтылмас, татлы айырым уақытлары, қиыншылықтарын бірге өткерген классластар бүгін ұшырма құс болып паруазға тайын тұр. Айту керек, түрлі зиянлы затлар күшейіп баратырған бүгінгі дүния сәулесінде жастарымызды идеологиялық иммунитетін күшейту, һәм олардың бос уақытын мазмұнлы өткеру һәр қашанғыдан да ахметлі екенлігін заманның өзі көрсетіп тұр. Президентіміз рухи һәм мәдени тараулардағы жұмысларды жаңа система тикарында жолға қою бағдарламасына тикар мектебімізде Иқтидар мектеп ансамблі жұмыс алып бармақта. Бұл мектеп ансамблі һәм президентіміз алға сүрген 5 баслама дөңгелеклері жастарымыз тәлім һәм тәрбиясында үлкен ахметлі орын иелейді. Бұл бойынша оқушыларымыздың жазғы дем алыс уақытын мазмұнлы өткеру мақсатында мектебімізде һәм қала көлемінде бір қанша жұмыслар әмелге асырылмақта. Ендігі нәубетті мектебіміз Иқтидар ансамблі дутаршы қызлары таярлап келген намаларына берсек. Мархамат. Vatanın dili ki canımday sırlası meni. Bol vatan men gül bolsam nur verir kıyaşım meni. Bol vatanda jasavşı adam bağırlasın meni. Bol vatanın toprakları hasıl gavherdasın meni. Vatan canım yüreğim hem de gözüm kasım meni. Tuğuldum bu vatanda, anamdan tan şağında. Bağırman xalıq quvanıp, toy basaydı gül bağında. Uykladım şirin sütün yemip ana quşağında. Joluma güller töseldi, östü ollu jasmin. Bol vatan canım yüreğim, hem de gözüm kasmin. Mehriban ana vatan degen sözden şıqtı tilim.
bülbülge kuşak açıp Gülistanda östü gülüm. Koluma tutup kalem mektep mağan berdi bilim. Mekteptegi bardık жасар buldu zamanlasın meni. Bol vatan canım yüreğim hamda gözüm qasım menin. Tuğuldum bul vatanda anamdan taң şağında. Bağırman xalıq quanıp toy basaydı gül bağında. Uykladım şirin sütün yemip ana quşağında. Joluma güller töseldi östü ollu jasım meni. Bol vatan canım yüreğim hamda gözüm qasım meni. Bol vatanның toprakları hasıl gauhar tasım meni. Tarlıq жоқ vatanımda halqa badan el azar. Okuğa hem de izlewge ihtiyarlı adamzat. Jahangi tarifi düşken güçlerin bar karamat. Menin gülistan yelimde davran sürgen azat.
Әділі ана ватанға шын кеуілден қызмет ет, шын кеуілден қызмет ет. Халq үшін туылған есен ел, қадіріні білсең ел, шадлы маканында жүрсең, зауқы сапа сүрсең ел. Бұл заманда өскеніме ірі заман дерсең ел, шанымнан әзиз анам деп бір ватанды сүйсең ел. Құдіретлі күштеріңді көрсет, халыққа қызмет ет, көрсет, халыққа қызмет ет. Халық қызметінде жергенде азаматқа іс берер. Ұлы істі қолға алсам, жұмса күшті сал жігер. Менетім палуаны болсаң, істе тапылсан егер. Ерлік даңқыңа ылайық, іс ісеуді әдет ет, іс ісеуді әдет ет. Düşmanın işin güdürüp şadlı ömür sürmege. Jellerdim bağrın idirip moldu rahat görmege. Sen mаңлай телетip hem rahat üymege. Tilesen korgunca savdı, iste talap minnet et, iste talap minnet et. Tilesen korgunca savdı, iste talap minnet et, minnet et, minnet et, minnet et. Азизлер, келің енді 2025-2026 оқу жылында пан олимпиадалары, көрік таңлау һәм спорт жарысларында қатынасып, сыйлы орынлар иелеген һәмде өзінің үлгілі мінез құлқыменен басқаларға өрнек болған оқушыларға құрмет жарлықтарын тапсыруға рұқсат берсеңіз. Нөкіс қалалық мектепке шекемгі һәм мектеп білімдендіру бөлімі 2025-26 оқу жылында 7 салалы мектептің 11 класс біткерушісі міндетінен алдын жоғары оқу орнына кіргені үшін Рембаева Зухра Полатбаевна құрмет жарлығымен сыйлықталады. Нөкіс қаласы мектепке шекемгі һәм мектеп білімдендіру бөлім басшылығы Бахадыр Акимов. Нөкіс қаласы мектепке шекемгі һәм мектеп білімдендіру бөліміне қарасылы 7 салалы Лума орта білім беру мектебінің 9 А класс оқушысы Әзімбаева Мехринур 2025-2026 оқу жылында бірінші басқыш қалалық тикарғы пән олимпиадасында өзбек тілі пәнінен сыйлы 3-ші орынды иеленгені үшін құрмет жарлығымен сыйлықталады. 7 салалы мектеп директоры Полат Құрбаниязов. Әзімбаева Мехринур. Бар еді ғой. Оныншы А класс оқушысы Бұқарбаева Жасмина Тикарғы пән олимпиадасында математика пәнінен сыйлы 3-ші орынды иеленгені үшін құрмет жарлығымен сыйлықталады.
7-ші салы Ұлыма орта білім беру мектебінің 11-ші А класс оқушысы Римбаева Венера Полатуна 1-ші басқыш қалалық тикарғы пән олимпиадасында биология пәнінен сыйлы 3-ші орынды иелеген үшін құрмет жарлығымен сыйлықталады. Нөкіс қалалық мектепке шекемгі мектеп білімдендіру бөліміне қарасылы 7-ші салы Ұлыма орта білім беру мектебі. Құрметлі Бабақанов Құдияр, 2025-26 оқу жылында перзентіңіз 11-ші Б класс оқушысы Жемұратов Бердияр оқу пәндерінен жыл жұмағы бойынша жоғары нәтижелерге еріскерлігі үшін үлгілі мінез құлқыменен барлық теңесілеріне үлгі һәм орнық болғанлығы үшін сізге жанкүйер атана мінеттаршылық қатын білдіреміз. Нөкіс қаласы 7-ші салы Ұлыма орта білім беру мектебі Полат Құрбаниязов. Мазмұндағы құрметлі Өтемұратов Бақыт, сіздің перзентіңіз 11-ші класс оқушысы Аметова Аружанның ата-анасына ең жанкүйер атана мінеттаршылық хатын береміз. В класс оқушысы Сапарниязов Сардардың ата-анасы Көшбаев Азизбек, сізге мінеттаршылық хат білдіреміз. Құрметлі Сапарбаев Айбек, 2025-26 оқу жылында перзентіңіз 11-ші В класс оқушысы Генжебаев Абдысалам оқу пәндерінен жыл жұмағы бойынша жоғары нәтижелерге һәм спортта еріскен жетіскерлігі үлгілі мінез құлқы үшін ата-анаңызға мінеттаршылық хат білдіреміз. Оқу жылында құрметлі Упаев Мелес 11-ші класс оқушысы Нуралиева Эланора оқу пәндерінен жоғары жыл жұмағы бойынша жоғары нәтижелерге еріскерлігі үшін ең жанкүйер атана мінеттаршылық хатын білдіреміз. Өтебаев Дәрменбай Амангелдиев Шарапаттың ата-анасына мінеттаршылық білдіреміз. Абдыниязов Амирнияз Мұратбаев Дамирдің ата-анасына. Құрметлі Алла Мұратова Құралай, 2025-26 оқу жылында перзентіңіз 11-ші А класс оқушы Абдыраманова Фатима һәм Зухралар оқу пәндерінен жыл жұмағы бойынша жоғары нәтижелерге еріскен үшін үлгілі мінез құлқы менен барлық теңдеселерінде үлгі һәм өрнек болғанлығы үшін ең жанкүйер атана номинациясын береміз. Құрметлі Пахрадинова Хурлыман, 2025-26 оқу жылында перзентіңіз 11-ші А класс оқушы Римбаева Зухра оқу пәндерінен жыл жұмағы бойынша жоғары нәтижелерге еріскерлігі үшін үлгілі мінез құлқыменен барлық теңеселеріне үлгі һәм өрнек болғанлығы үшін ең жауапкерлі атана номинациясын береміз. Айырып беріп тұрмыз. Құрметлі Акимова Ділбар, 11-ші класс оқушы Сержанова Мунираға ата-анасына миннеттаршылық білдіреміз.
11 В класс оқушысы Мадремов Мирбектің ата-анасына minnettarchilik bildiremiz. Нөкіс қаласы 7 салы Улыма орта білім беру мектебінің 2025-26 оқу жыл біткерушісі өзінің жоғары қабілеті, үлгілі мінез құлқы hamda мектепте өткерілген лажларда белсенділігі менен үлгі һәм өрнек болғанлығы үшін 11 класс оқушысы Берданова Шахноза Даутбай қызы құрмет жарлығымен сыйлықталады. Барлықбаев Ербол Саламатович құрмет жарлығымен сыйлықталады. 11 класс оқушысы. Құрбанова Гүлпаршын ата-анасы Асанов Тимурдың ата-анасына minnettarchilik білдіреміз. Ернашева Дилбар Абулкайрова Айсанемнің ата-анасына minnettarchilik білдіреміз. Ернашева Дилбар. Худенова Наргеза Раджапбаева Динараның ата-анасына minnettarchilik білдіреміз. Худенова Наргеза. Ибрагимова Гүлназ Жолдасбаева Ширунның ата-анасына. Класс оқушысы Дәулетбаев Қадырлай Юсупбаевич құрмет жарлығымен сыйлықталады. Медетбаева Гаухар Бақытбаевна құрмет жарлығымен сыйлықталады. Ережепова Айнура Жақсымұратовна құрмет жарлығымен сыйлықталады. Мақсетбаева Айсанем Бақтияр қызы құрмет жарлығымен сыйлықталады. Шарыбаев Дәулетияр Юсуфович құрмет жарлығымен сыйлықталады. Муфтулаев Батырбек Султанбекович құрмет жарлығымен сыйлықталады. Жолдасбаева Қалбике Парахатдиновна құрмет жарлығымен сыйлықталады. Аманбаева Гүлжамал Мұратбековна құрмет жарлығымен сыйлықталады. Бұндай құрмет жарлықтардың көп, Құда қаласа қалған азыр уақыттың тығыз болуына байланысты іште беруге әрекет етеміз. Бере-берейік па? Түсінбедім. 11 класс оқушысы Нураддинов Бағдаулет Абат ұлы. Яқшы. Класс оқушысы Тұрғанбаев Байрамның ата-анасы Ембергенов Құралбай. Төлебаев Жеткербай. Ережепов Амангелдінің ата-анасы. Жолдасов Кенжебай. Айтбаева Айсұлудың ата-анасы. Сердалиева Нурия, Тұрсынбаева Садаттың ата-анасы. Реймова
Тазахан Тілепбергенова Ділназның ата-анасы. Қазір yaxshi болсын. Құрметті Сержанов Исламбек Сержанова Ұлзаданың ата-анасы. Пірниязов Асембай Бекниязова Перизаттың ата-анасы. Пірниязов Асембай. Класс оқушысы Юсупов Ильхам Мақсетович. Құрметті Абдыраманов Мұхтарбай Жолдасбаева Бибіназдың ата-анасы. Құрметті Құрбанбаева Эльмира 11 класс оқушы Нәжімаддинов Шержаттың ата-анасы. Құрметті Омарла Базаргүл Емжарла Нұргүлдің ата-анасы. Емжарла Нұргүлдің ата-анасы Омарла Базаргүл. Енді Қарақалпақстан Республикасы дене тәрбиесіне даярлық дәрежесі бойынша спорт сынауларында жоғары орынға еріскен екі оқушымыз бар екен. Соған спорт министрлігінен уәкілдер келіп отырыпты. Қазір оқушылар болса береміз, болмаса өздеріміз тапсыруға әрекет етеміз. Тәжібаев Шавкат Алишерович спорт формасы менен футболка 7-ші мектептен. Бар ма? Тәжібаев Шавкат Алишерович. Утеева Насиба Ауизбаевна. Утеева Насиба Ауизбаевна. Бұлар түстен кейін ұқты өзі. Яқ түстен кейін ұқты. 10-11. Бүгінгі кешемізге перзентлерінің мектеп біткеріп, үлкен өмірге қадем қойып атырған қуанышлы мәулітлерін көру үшін ата-аналарымыз келіп отырды. Мархамат, ендігі сөз нәубеті Искендерова Роза апаға, ата-анамыз. Құрметті ұстазлар, ата-аналар, бүгінгі байрамдарыңыз құтты болсын. Мына білімге аяқ қосып атқан, жол ашып атқан балдарымызға үлкен жетістіктерге жетіп, жақсы оқуларға кіріп кетуіне тілектеспін. Рахмет ұстаздарына, ата-аналарға рахмет. Бәріңізге жақсы күн тілеймін. Аспандарыңыз ашық болсын, керегелеріңіз кең болсын. Үлкен оқуларға кіріп, жақсы жетістіктерге жету нәсіп ете берсін. Және де Қошетера Орынбек апаға сөз нәубеті. Қошетера Орынбек апа. Ассаламу алейкум, халық. Міне мектеп жәметі, міне бүгінгі мына балаларымыз, қызларымыз оқу біткеріп атыпты. Құдайым жоғары оқуларға кіріп кетсін, ата-анасының алдында адал қызмет етсін. Міне оқушы, басшы директорлерімізге рахмет, осындай шөлкенне сіргенге. Әмме оқуларға кіріп кетсін, жоғары оқуларға. Рахмет. Мен Жолдасбаева Бақытбан, Юсуп Ильхамның мамасыман. Ассаламу алейкум ұстазлар, ассаламу алейкум ималар. Бүгінгі мына қошласу күнімізге келіп отырған екенбіз. Біріншіден директорымызге рахмет айтаман, ұстазларымызға рахмет айтаман.
Құдайым балдарымыздың Құдайым жолдары ашық болсын, ұстазларымыз шаршамасын, ырысқы несібесін теріп жүре берсін. Ұстаз деген ата-анадан ұлы дейді. Құдайым хәмеше уақыт жұмыстарыңызды табыс тілеймін. Аяқтарыңызды шабыс болсын, қолдарыңызды табыс болсын. Мына жастарға мен ақ жол тілеймін. Құдайым не ойласа армандарына жетсін, үлкен оқуларға кірсін. Сол ата-ананың қуанышы, үлкен перзенттің қуанышы дейді. Перзент жақсы болса, ата-ана қартаймайды дейді. Жақсы инсандар болсын, Құдайым. Рахмет, апа, шаршамаң. Сен арқалы мектеп қадірін сездім. Көзден бір ұшты балалық кезім. Өшпес жүрегімде қалдырған ізің. Есейттің бірдемде соңғы қоңырау. Көрсетіп жасларға ықбал манзілін. Тиянақлы етіп үйреттің білім. Бердім хүрметіңе кеулімнің гүлін. Шадлығыма шерік соңғы қоңырау. Сіз бізге бердіңіз еш сынбас қанат. Ілімпан ішінде тілеп паруазлар. Біз тажым етеміз сізге мәңгіге. Хәмеше қадірлі әзиз ұстазлар. Қолларым көксімде бұл уақ. Сізге дүр алғысым жүрек сөзлерім. Атадай талапшаң, анадай мейран. Өмір яңлы қымбатсыз ұстазларым. Шаңлай берс қоңырау өшпесін сестің. Сестіңнен ілхам алып жасайық. Еш уақытта тынбасын сенің хауазың. Келешекке үлкен қадем таслайық. Соңғы қоңырау шалынады. Мархабат. Азиз қатынасушылар, ұсыныңменен бүгінгі соңғы қоңырау кешемізді жұмақлаймыз. Жоғары класслар 9-10, 11 класслар сабаққа кіреміз. Қалған оқушылар түстен кейін сменаға келе береміз. uz hits.net taqdim etadi.